Бұл төбелес туралы әңгіме. Бұл маңызды мәселе. Бұл мүлдем жаңа, сирек кездесетін төбелес. Каджо өлімге әкелетін нинза және Кензидің әйелі Катана патшалығы үшін шайқас. Бұл 4 бөлімнен тұратын үлкен оқиға. Бұл Драк Мова 8 супер заряд. Қорқынышты караоке әншісі, тегін сыйлық, жаңа мұқабалар, жаңа ойын режимдері және Бұл кең әңгімеде ерекше бір нәрсе бар. Мен оның не екенін білмеймін, бірақ бір-бірімізге қосылып, көмектесейік. Менің қайтып келгенім қандай жақсы болды. Атаңызға айналған жаңа Радати ультра жауынгерін жариялаудан бастайық. Және бұл Каджоның бірінші ультра аңызға айналған жекпе-жегі. Барлық ультра аңызға айналған жекпе-жектерде ерекше және ерекше нәрсе бар. Ал Каджода ерекшелік емес. Ол екі жекпе-жектен неден тұрады? Ата-анасы Каджоны тірі нинза қаруы ретінде өсірді. Бірақ ол әрқашан гейша болғысы келді. Ол Кензимен кездескенде, ол Стар Парк мейрамханасын ашу үшін қашып кетті. Каджо өзінің гейша өмірін өткізіп жатыр. Дегенмен, ойында сіз нинзаға айналып, оның өлімге әкелетін дағдыларын пайдалана аласыз. Сіз мен сияқты әлеуметтік жағдайларда оның екі аспектісін бірден ауыстыра аласыз. Гейша аспектісінде ол семсерлесу қылышын қолданып, жақын қашықтықтан шабуыл жасау үшін алға ұмтылады. Өзінің нинза аспектісінде ол өлімге әкелетін шурикендерді алыстан лақтырып, жақын маңдағы нысандарға көбірек зиян келтіреді. Оның мәніне тереңірек үңілейік. Каджо гейшасының соққы нүктесі бар, бірегей негізгі шабуылы бар. Егер сіз осы соққы нүктесінің ішінде жауға соққы бере алсаңыз, сіз қосымша зақым келтіресіз және белгілі бір қабілеттерді белсендіресіз. Оның керемет күші бұл көңілді дауыл. Ол аумақты жауып, іште қалып қойғандардың көрінуін азайтады. Және егер олар шығуға тырысса, оларға зиян тигізеді. Оның жұлдызды қабілеттері оны одан да тиімді етеді. Ол жаудың әлсіз жеріне тигізген кез келген соққысын бәсеңдетеді, немесе оның құмды дауылында қалған жауынгерлерден оқ-дәрілерді тартып алуы мүмкін. Оның гаджеттері оның нинза аспектісіне бонустар береді. Ауысқаннан кейін немесе көрінбейтінге айналғаннан кейін қозғалыс жылдамдығын арттырады. Каджо нинзасының дағдылары бірден бірнеше жауды жоюға мүмкіндік береді. Оның супер нинза аспектісі казені жауларының арасынан өткізіп, оларды белгілейді. Белгіленген жаулар бірнеше секундтан кейін зақымданады. Дәл сол сияқты. Оның бірінші жұлдыздық күші белгіленген жауларды жеңген кезде басқа жауларға аудан бойынша зиян келтіруге мәжбүр етеді. Оның екінші жұлдыздық күші нинза аспектісіне ауысқан кезде пайда болатын барлық әсерлердің ұзақтығын 50%-ға ұзартады. Оның нинза гаджеттері ауысқан кезде оның гейша аспектісіне бонустар береді. Олардың біреуі емдейді, ал екіншісі жел сияқты қозғалу және қашу қажет болғанда өте ыңғайлы. Біз 4 жұлдызды қабілеттің, 4 гаджеттің және 2 гипер зарядтың құлпын ашуымыз керек деп айтқыңыз келе ме? Аш көзі ашық. Жоқ, ақымақ. Егер сіз оларды бір қырынан ашсаңыз, олар басқа қырынан ашылады. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Каджо өзінің әрбір аспектісі үшін бір-бірден 2 супер заряд шығарады. Оларды кейінірек гипер зарядта ұстаңыз. Гипер зарядта бөлімінде. Балалар, сіз бұл тез болады деп айттыңыз. Мен бөлім басшысымен кездесуге кешігіп қалдым. Мен кетуім керек. Қош бол. Біз мамыр айын 4 бөлімнен тұратын ауқымды шарадан бастаймыз. Катана корольдігі үшін шайқас. Дәл солай. О, құдайым, бұл Brawl Stars фильміндегі Раян. О, иә, керемет. Сәлем, Раян. Бұл іс-шара осы өте зарядталған Ани Кенджи сияқты керемет жаңа мұқабалардан бастап, ерекше қабілеттерге, әртүрлі макияжға және валютаға дейінгі марапаттарға толы. Іс-шара 4 апта бойы жалғасады және апта сайын жаңа ойын режимдері және бар жаңа тарау ашылады. Катана патшалығы үшін шайқас Кенджи сушидің жаңа рецептін қолданып көргенде басталады. Бірақ сушиде бірдеңе дұрыс емес. Оларды жеу арқылы сіз төбелеске айналасыз. Васаби күш береді. Уф, бұл мен қолданып көрген ең жаман күш. Менің жалғыз күшім көзімді қандыру болды. Бақытымызға орай, Драчунның васаби күші әлдеқайда жоғары. Олардың барлығы 16-сы бар. Олардың 4 дәмі бар. Бұл олардың қаншалықты жаңғақ болатынын көрсетеді. 20 ыстық қабілет, 15 ыстық қабілеттен жоғары, 15 иіссіз ыстық қабілет және ең соңында 10 тозақ қабілеті бар. Мысалы, студияда әрбір көтерілу кезінде атылатын нитро күшейткіш бар. Міне, жақсартылған супер шели, ол барлық бағытта әрі қарай атылады. Ол мырза және оның жаңа қуатты шабуылы қосымша чемодандарды іске қосады. Бұл өте ақылға сыймайтын лезде максималды жаңарту. Оны қайта зарядтаудың жоғарылауы толықтырады. Жылдамдық. Бах, оның қосымша супер соққыларының ауқымы әлдеқайда ұзағырақ. Оның денсаулығы жақсырақ және супер соққысын тезірек зарядтайды. Сондай ақ сушидің өзі өте жылдам, қайта жүктеу жылдамдығына ие самурай Кенджи. Олардың 60-сы бар. Васабидің 60 қабілетін ашу керек, бірақ біз олардың барлығын бұл жерде сипаттамаймыз. Сондықтан олардың барлығын әрекетте көру үшін Brawl Stars жасаушысының сүйікті мазмұнын тексеріңіз. Васаби мүмкіндіктері тек васаби модификаторы бар ойын режимдерінде қолжетімді. Сондықтан жасыл желектің жанкүйері болмасаңыз, оны терлемеңіз. Васаби қабілеттерін, сондай ақ терілер мен басқа да марапаттарды ашу үшін суши орамдарын жинау керек. Суши орамдарын ашқан кезде 8-ге дейін түрлі суши марапаттарын алуға болады. Соның ішінде васаби қабілеттері, гиперзарядтар, жұлдызды қабілеттер, гаджеттер, мұқабалар, сканерлер, тиындар, әшекейлер, бонустар, несиелер, түйреуіштер, спрейлер және төсбелгілер.
бұл суши орамына салу үшін тым көп нәрсе. Суши орамынан алатын әрбір жеке суши есептегішіңізге қосылады. Бұл сіз ілгерілеген сайын сыйақы алуға мүмкіндік береді. Суши есептегіші сонымен қатар іс-шара барысында өте зарядталған Ани-Кенжи терісінің құлпын ашудың жалғыз жолы болып табылады. Сіз суши орамдарын күнделікті ұтыстарыңыз, тегін сыйлықтарыңыз, арнайы тапсырмаларыңыз, күнделікті байқауларыңыз, клубтық іс-шараларыңыз және дүкеніңіз үшін ала аласыз. Сіз апта сайын әртүрлі тәсілдермен тегін суши таба аласыз. Клубтың мақсаты болмаса, бұл оқиға болмас еді. Және бұл жолы сізге тек суши жеу керек. Мен сушиді айтып отырмын. Мега Баффе деп аталатын мүлде жаңартылмаған Мегапик ойынында сіз және сіздің клубтастарыңыз Мега Баффе ойын режимдерін ойнау үшін бір апта бойы күніне 4 билет аласыз. Әрбір 30 суши швед үстелі клубының шотына ұпай қосады. Сіздің клубыңыз белгілі бір межеге жеткен сайын іс-шараның аяқталуын күтпей-ақ сушидегі рөліңіз үшін бірден тегін сыйақы ала аласыз. Ойын режимдері: Катана Самурай Смеш және Аниха үшін шайқаста 2 ойын режимі бар. Самурай Смеш ойынында 2 команда 5 немесе 3 жекпе-жекте самурай боттармен және жаумен күресу кезінде кім көбірек ұпай жинай алатынын білу үшін жарысады. Әрбір самурай роботының өз шабуылы бар және 2 командаға да дұшпандық танытады. Боттар мен басқа команданың арасында қалмауға тырысыңыз. Олар Хант үш ержүрек жауынгердің супер зарядталған Кенжи жынымен бет соғысып жатқанын көреді. Мен оның сушиінде не бар екенін білмеймін, бірақ бұл өте дәмді емес еді. Олар Кензидің бірнеше түрлі шабуылдары бар. Сондықтан оларға қарсы тұру үшін ең жақсы үштікті таңдау керек. Олар үшін аң аулау тарауында сіз күн сайын 5 қиындық деңгейінен өтіп, суши орамдарын қоса алғанда 7 күн бойы сыйақы аласыз. Бірақ сақ болыңыз. Соңғы кезең елден рингіндегі ат үстіндегі жігітке қарағанда қиынырақ. Мүмкін ойынның соңғы режимі күнделікті жарыстардан тұрады. Көшбасшылар тақтасын басқару үшін басқа 10 ойыншымен жарысыңыз. Үздік 8 ойыншы сушиді жеңіп алады. Төменгі 2 позиция толығымен сорады. Ақырында Катана патшалығы үшін шайқас маусымында пайда болатын барлық керемет мұқабаларды қараңыз. Каса Албейк Пайпер. Бұл Брол Пас мұқабасы, ал оның 2 хромы Юкай Пайпер және Сукумагами Пайпер. Бұл Брол Пас мұқабасы және хромдар. Дрю мен Марсио тыныштандыратын әуенмен қорқынышты хайкуларды оқып жатқанда қалған мұқабалардан ләззат алыңыз. Шоудаун дуэті. Мен Эдгарды өз командамда көремін. Мен қолданбадан шығуға мәжбүрмін. Мен Пайпер ретінде ойнап жүргенімде неге мен бірде-бір соққы бере алмаймын? Ал Пайпер ешқашан жіберіп алмайды. Балалар, керемет жұмыс. Катана корольдігі үшін шайқас 1 мамырда басталады. Кейінірек кездескенше, балалар, келесі жаңартуда пайда болатын тағы бір төбелесші караоке құдайы Чейн. Бірақ ол аздап жаңғақ болуы мүмкін. Чейн караокені жақсы көретін, орта жастағы жалықтыратын кеңсе қызметкері. Жұмыстан шыққан бойда ол шын жүректен ән айту үшін караокеге барады. Чейн көп жұмыс істейді және көп ойнайды. Оның 2 түрлі негізгі шабуыл режимі бар. Ол оны караоке айтуға кедергі келтіретін кез келген адамға басқа перзинг снарадын лақтыру үшін белсендіре алады. Кеш режимінде ол командаластарын сауықтырады. Ол жұмыс режимінде аз зиян келтіреді. Бірақ өзіне де, командаластарына да жылдамдықты арттырады. Режимдерді ауыстыру үшін Чейннің супер режимін қолданыңыз, оны араластырыңыз. Супер функциясын іске қосу сәйкес бафты да іске қосады. Кеш режиміне ауысу жақын маңдағы барлық командаластарды сауықтырады. Ал жұмыс режиміне ауысу жақын маңдағы барлық командаластарға қозғалыс жылдамдығын уақытша арттыруға мүмкіндік береді. Оның 2 жұлдызды қабілеті. Жиналғандар өте жоғары нотада жұмсарып, Чейннің қасындағы командаластарының жылдамдығын арттырады және кез келген шабуылға көбірек зиян келтіруге мүмкіндік береді. Олар нысанаға жеткенде, оның әлсіреген жауынгер құрылғысы аймаққа зақым келтіреді және негізгі шабуылдың зақымдануын уақытша арттырады. Ал баяу ән айту уақыты Чейнге айналасындағы жауларын бәсеңдетуге мүмкіндік береді және оның артында қызықсыз баяулататын қағазбастылықтың іздерін қалдырады. Барлығыңызға ең жақсы караоке әртістері кім екенін көрсететін кез келді. Мұны істе, Дрю. Мен сені қайтарып жатырмын. Сен маған менің жалғыз олжам екеніңді көрсетуің керек. Бустың қорқынышты жарылысы рухтарды барлық бағыттарға шашады. Бұл жауларға зиян келтіреді және командаластарын емдейді. Лили өз, оның керемет күші енді қабырғалардан секіріп, жау мен Лилиді көлеңке патшалығына апара алады. Мен өз міндетімді еске түсіремін. Оның стриптизшісі 2 жауды да пышақтап тастайды. Содан кейін оған тез оралып, қайтадан зақым келтіреді. Жанып тұрған көмір, мұнайдың төгілуі. Оның бетінің ауданы ұлғайып, май жағылғаннан кейін 3 секунд бойы жанып тұрады. Экстрасенс Виллоу қатыгез жаудың санасын басқару арқылы зиян келтіруі мүмкін. Біздің жаңа Ультра Легендариде босатылған кезде өте зарядталады. Ежелгі энергияның арқасында оның гейша аспектісі енді F дауылының ортасында уақыт өте келе зақымдалады. Ал нинза аспектісінде Каджо жоғары жылдамдыққа ие болады. Және нысананың өзі жеңу үшін жеткілікті төмен болса, олардың тектері бірден зақымдалады. Ағынмен жүріңіз. Мен салық жеңілдіктерін ұсынамын. Банкноттарды қайтарар алдында көбейтудің максималды диапазоны. Жаңадан жасалған банкноттар кешіктіріліп қайтарылады. Олар қоршаған ортаға да еніп жатыр. Кензи, сіз кез келген нәрсені жей аласыз. Ол жауларын суперінің ортасына қарай тартады. Содан кейін бастапқы орынның орнына балтаның ортасында қайта пайда болады.
тағы бір жаңа ойын режимі. Иә, біз MOBA шығарып жатырмыз. Жоқ, шындап айтсақ, біз Brawl MOBA ойын режимін жасап жатырмыз. Жекпе-жек аренасына қош келдіңіз. Аренадағы төбелес бұл басқа ойын режимі ғана емес. Бұл төбелесудің мүлдем жаңа тәсілі. Ойын ішіндегі күш-қуат, мұнаралар, бот толқындары, боттарға толы джунгли және бүкіл командаға артықшылық беретін кайджу бар. Бұл режимде мобильді құрылғының барлық негізгі элементтері бар. Бірақ 45 минут күтудің қажеті жоқ. Бірнеше минутты жоғалтуыңыз мүмкін. Brawl аренадағы әрбір матч шамамен 5 минутқа созылуы керек және ойын чаты жоқ. Сондықтан жеңіске жеткеннен кейін басқа ойыншыларға улы бола алмайсыз. Иә, ойын өте қарқынды. Иә, бұл қиынырақ. Иә, бұл бәріне бірдей сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ ең бастысы, бұл жерде нағыз хаос бар. Бірақ ойында жекпе-жекшілерді деңгейге көтеру мүмкіндігі бір рет итеруден бастап команданы жоюға дейін, сондай ақ кайджуды жою үшін жан-жақты жекпе-жекке дейін шынымен есте қалатын ойындарға әкеледі. Және бүкіл команда үшін бұл артықшылыққа ие болыңыз. Драг арена маусым айында, яғни маусымның басында шығады. Кайджуды жаншып тастаңыз. Бұл токусатсу жекпе-жегі. Шин Эдгар, Brawl Pass мұқабасы, ал Дрифт Эдгар мен бетперде киген Эдгар, Brawl Pass мұқабасы. Бұл галактикаралық гриф. Екі хромды алатын Мичавкс компаниясы, Crimson Typhings және Мичифингс. Бұл кайджу Кленси. Бұл жолы Кленси ұмытылған жоқ. Токусатсу Колет. Бұл Монстро Мико. Тағы бір нәрсе бар ма? Иә, тағы да терлер. Бұл Менди. Ол супасыл идентификатор үшін сыйлық ретінде және осы мұқабамен және 29 бағалы мұқабадан тұратын көше киберспортының Brawl командаларына қолдау көрсеткені үшін қол жетімді. Отшашу сиқыршысы Вискит Мек. Бұл Кансай айдаһарының шары. Құпия Сурвис. Құм қамалының күлі. Бандито Лу. Күнбағыс Раушан гүлі. Бұл Джин Худи Казе. Джаммин Дже Еннің гаджет белгішелері құрылғы жалғанған кезде көрсетіледі. Енді құрылғы қайта зарядтау режимінде болғанда таймерді де көруге болады. Және ақырында Hypercharge зарядталған кезде күлгін шам жанады. Содан кейін бізге тегін сыйлық беру керек. Иә, біз жай ғана тегін пин кодын беруіміз керек. Міне, біз мұны жасадық. Тері ұтыс ойыны. Осы мұқабаның ұтыс ойынына қатысу үшін әлеуметтік желілерде Brawltalk хэштегін орналастырыңыз. Броли Sports Америкаға бірінші рет барады. Далластағы DreamHack 23-25 мамыр аралығында өтеді. Сушиде не болады деп ойлайсыз? Васаби. Осымен достар, осы бізде бүгінгі жаңалықтар осы достар. Я достар, көбісі ойлауы мүмкін, неге өзің аудармайсың деп. Я мен өзім аударуға тырысып көрдім, бірақ мүлдем достар, бұлар өте жылдам сөйлегендіктен мен үлгермеймін достар. Сол себепті сіздер мүлдем түсінбей қалмас үшін мен үйсіп искусственный интеллект арқылы істеген болатынмын. Енді YouTube бан беріп жүрмесе екен деп тілеймін. Ал егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып қалу қосылып ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Зіп, сау болыңыздар.